топқа бөлінген кезде қандай топ болдыңдар? Тікбұрыш. Тікбұрыш мен сендерге сабақты бастамас бұрын жақсы бір тілегім келеді. Сендерге сәттілік тілеймін, білімді, жақсы оқушы болыңдар, Екінші тобымыз үшбұрыш. Мен жазыңқы бұрыш тобына жайдары, жаздай, көңіл күй. Балалар енді тақтаға қараңдар. Бізден не тұр? Сөз жұмбақты. Сөз жұмбақты қарап өтейік. Бірінші, екі санның қатынасы. Екі санның қатынасы. Бізден нені береді? Жоқ. А бөлу Б. Үшбұрыш. Тең бұрыштардың графтық өлшемі тең болады. Дұрыс. Айтпаймыз, тез сықша бөліп, немесе үшбұрыш белгісін бөліп. Тез дәптерімізді белгілейміз. Келесі сұрағымыз. Кім оқиды? Жазыңқы бұрыш. Жазыңқы бұрыштың 179 бағалау жүйесін жүргіземіз. Қазір сендерге бағалау парағын таратамын. Осы жерде бірінші жағында бағалау парағы тұр, әртүрлі тапсырмалар тұр. Осы тапсырманың қасында өзінің алатын, яғни деңгейі бойынша балдары тұр. Осы алған балдарыңа байланысты өз-өздерінің тиісті балдарыңды тіркеп отырасыңдар, әр оқушыға жеке-жеке. Одан кейін соңғы сабақтың соңында рефлексия жүргізген кезде кері байланысты да осы парақтың арт жағын қолданасыңдар. Тәуелсіз Қазақстан қандай ел? Ұлы еліміз. Ұлы еліміздің қанша қыры бар? 7. Айтып өтейікші. Енді балалар, ендігі топтық тапсырмамыз осы берілген 7 қырына байланысты мен сендерге тапсырма беремін. Осы тапсырманың ішіндегі бұрыштарды трансвертирдің көмегімен өлшеп, топ бойынша қорғайсыңдар. Бұл жерде бізде 60 градус, ал үшіншіде 70 градус. Біз бұларды транспорттермен аяғындағы бұрышына нүкте қойдық та. Дұрыс деп белгі қойғандар балалар, бағалау парағынан басымен болсын, біз айтқан бұрыш түрін көрсетсін. Айтам. 360 градус. 360 градус. Ол қандай бұрыш? Өте дұрыс. Яғни шеңбер көрсетеді. Келесі тағы бір тапсырма қояйық. Сүйір бұрыш жасасын. Сүйір бұрыш ма? Аха, сүйір бұрыш. Қазақстанның географиясымен танысып өтеміз. Ендігі тапсырма беріледі. Топпен жүргіземіз. Бұл жерде тапсырманы беру мақсатымыз балалар. Келесі тақырыпқа байланыс ретінде диаграмма мен бұрышты бір-бірімен байланыстырып сызып шығамыз. ауылындағы 22-ші орта мектептің 5-ші А сыныбының оқушылары қалай сабақты жақсы оқып екен соны көреміз. Сәлеметсіздер ме?
Біз сіздерді білімдеріңіз тексеру үшін арнайы білім бөлімінен келіп отырмыз. Сіздер бұрыш тақырыбын өтіп жатыр екенсіздер. Сол туралы сіздерге сұрақ қойып есеп шығартсақ. Сіз ханымдар, сіздер берілген мына есеп сіздерге берілген. Осы есепті шығарсаңыздар. Ал сіздерге мен есеп шығарғанша сұрақ қойсам. Бағдарлама біз бірақ өзіміздің ойымыздан шыққан бағдарлама. Бүгін сіздермен бірге жұлдыз IQ атты бағдарламаның бірінші жаңадан тұсаукесерін ашып жатырмыз. Және де сол тұсаукесерге келген Мақпал Жүнісова, Мадина Садуақасова, енді жұлдызды қонақтарымыз Ернар Айдар мен Қайрат Нұртас. Енді қазіргі кезде біздің көптеген адамдар есеп шығара алады, бірақ жұлдыздарды көп сұрамайды. Бүгін біз жұлдыздардың мектепте алған білімін тексеретін боламыз. Жақсы деңгейде 12 балл, аз деңгейдің балдары тұр. Көп қойды. Одан кейін балалар қарасаңдар, тыңдап алыңдаршы. Арайлым. Мына бағалау парағының артында кері байланысты. Химияны өздерге ұнаған түсі бойынша тапсырма. Бояйсыздар да, мына жерге орналастырасыздар. Химияның әр түсіне байланысты қалташасына салып қоямыз.